Сіздердің назарларыңызда наркоздардың түсті реакциялары. Наркоздардың түсті реакцияларына бүйрек және де ксантопротеин реакцияларын жатқызуға болады. Тәжірибенің жасалуы үшін алдымен натр гидроксидінің 0,5 молярлы ерітіндісінен сынауыққа құйып аламыз. Яғни бізге сілті ерітіндісі қажет. Осы алынған сілті ерітіндісіне мұз сульфатының 0,5 молярлы ерітіндісінен құямыз. Бұл көк түсті ерітінді. Сол кезде бізде ашық көк түсті мұз гидроксидінің ерітіндісі пайда болады. Кейін біз мұз гидроксидінің дайындалған ерітіндісіне наркоз ерітіндісін құямыз. Сол кезде біз ашық күлгін түстің, яғни фиолетовый түстің түзілгенін байқадық. Кейін ерітіндіні араластырамыз. Араластырып, ерітіндіні сәл қыздырамыз. Қыздыру кезінде қайнау температурасын жеткізбейміз. Аздаған жалында қыздырған кезде реакцияның тезірек жүруіне көмектеседі. Кейін біз бұл сынауымызды алып, ішіндегі аз бетін қоспалардың, қосылыстардың тұндыруы үшін қойып қоямыз. Гидроксидінің сілтідегі ерітіндісімен наркоздарға әсер еткенде ашық күлгін түс пайда болғанын білдіреді. Бұл реакция наркоздардың құрамындағы пептидтік байланыстарды анықтайды. Келесі біз реакцияға тоқталайық. Келесі түсті реакциясы бұл ксантопротеин реакциясы. Ксанта деген сөзіміз сары деген мағына білдіреді. Бұл тәжірибені жүргізу үшін наркоз ерітіндісінен жұмыртқаның ағуызында қолдануға болады. Сынауыққа құйып алып, оған концентрлі азот қышқылы ерітіндісімен тамызамыз. Сол кезде біз деватурация процесінің, яғни тұнбалардың түзілгенін байқап тұрмыз. Біз егерде азот қышқылынан көбірек қосатын болсақ, тұнбаның да мөлшері өседі. Енді біз сынауымызды қыстырып алып, реакциямызды қыздыра бастаймыз. Сынауықта сары түстің түзілгенін байқау үшін біз қыздыруды жалғастыра береміз. Қайнау температурасынан жоғары температурада да қыздыра береміз. Яғни қайнаған кезде газдардың бөлінгенін байқауға болады. Анықтап қарасақ, бізде сары түстің түзіп келе жатқаны көрініп тұр. Көріп отқандағыздай сары түс бізде пайда болды. Бұл ксантопротеин реакциясы құрамында бензол ядросы бар наркоздар концентрлі азот қышқылымен сары түс беруіне негізделген. Назарларыңызға рахмет.